Қайырлы күн достар. Мінекей мен етегін тоқып біттім. Және де бір жеңін тоқып қойдым. Екінші жеңін қазір сіздерге көрсететін боламын. Мен 18 қатар тоқыдым. Бұл жерде мынанша қатар тоқу керек, мынанша сантиметр тоқу керек дегенде қатып қалған ереже жоқ. Бұның ұзындығын әркім өз қалауына қарай ұзындау жем бір етіп тоқса ұзындау етіп, қысқа етіп тоқығысы келсе қысқа етіп тоқитын болады. Ең бастысы өзіңіздің өлшеміңізден 5 сантиметрдей төмендеу алып тоқыңыз. Себебі біз мына жерге резинка тоқитын боламыз. Мінекей мынандай резинка тоқимыз. Сосын ескеретін жағдай, бұл жерде мынау қатар аяқталған кезде резинканы оң жағынан тоқитындай етіп аяқтаңыздар. Яғни біз қазір тоқығанда былайынан тоқимыз, оң жағынан тоқыған кезде сіздерге ыңғайлы болады. Ал теріс жағынан тоқысаңыздар шамалы ыңғайсыздау болуы мүмкін, бірақ бұны өзіңіз көресіздер. Сонымен резинкасын тоқуды бастаймыз етегінің. Резинка тоқыған кезде біз 2 воздушный петлядан алып отырамыз. Алдыңғы қатарларда 3 воздушный петля алған едік, енді 2 воздушный петля аламыз. Бұл бірінші столбик болып есептеледі. Екінші столбиктен уже резинка тоқып бастаймыз. Резинканы былай алдыңғы және артқы жағынан алып отырамыз. 2 алдыңғы жағынан аламыз 2 рет, артқы жағынан 1 рет аламыз. Алдыңғы жағынан 2 рет, 1, 2, артқы жағынан 2 рет аламыз. Мінекей осылай жалғастырамыз қатардың аяғына дейін. Алдыңғы жағынан 2 рет, артқысынан 2 рет аламыз. Егер резинка тоқу білмейтін болсаңыздар, менің каналымда резинка тоқуды үйреткен видео сабағым бар. Соны бір қарап шықсаңыздар болады. Мінекей осылай қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Алдыңғы жағынан 2, 1, 2, артқысынан 1. Дәл осылай қатарды аяқтаймыз. Мінекей мен қатардың аяғына келдім. Менде 3 петля қалды, столбик. Екеуін алдына тоқимын. Және соңғысын біз үшінші воздушный петляға біріктіріп осылай тоқитын болам. Соңғы және алғашқы петляны ешқандай резинка жасамай тура осылай тоқитын боласыздар. Енді 2 воздушный петля аламыз. Қайтадан артқа қарай тоқимыз. Бұл жерде тура мынау қатарда қалай тоқылып тұр, соны қайталайтын боламыз. Мінекей, мынау жаққа артқа қарай шығып тұрған петляны, столбикті артқа қарай тоқимыз. Мінекей арт жағынан алып, бергі жаққа шығып тұрған столбикті бергі жақтан тоқимыз. Дәл осылай қай столбик қай жаққа қарай қарап тұр, соған қарай тоқитын боламыз. Мінекей, бұл бізде теріс жағы болғандықтан бергі жақтан 1 аламыз да, столбиктен арғы жағынан 2 столбиктен алып отыратын боламыз. Дәл осылай қатарды аяқтаймыз. Мінекей мен екінші қатарды аяқтадым. Мен енді бұдан ары қарай тағы да 3 қатар тоқимын. Сонымен менде общий резинкада 5 қатар болып шығады. Сіздер де 5 қатар тоқысаңыздар болады, немесе 6 қатар тоқысаңыздар болады, немесе дәл осылай қалдырсаңыздар болады. Өз қалауларыңызға қарай. Мінекей мен обвязкасын, етегінің резинкасын бітірдім. Енді біз мына жіпті үзбей алдыңғы жағын тоқитын боламыз. Яғни мына жерлерге түймесін салып, мына жақтарын обвязка жасап шығатын боламыз. Осы жерден былай қарай өтеміз. 2 воздушный петля аламыз.
осылай столбик с накидом тоқып шығамыз, айналдыра. Осылай жиегін полный айналдырып, столбик с накидом тоқып шығамыз. Мінекей, мына жерден басталса, мына жерден бастадық, е. Осылай айналдырып әкеліп, осылай мына жаққа келген кезде тоқтаймыз. Және де мына жеріне келген кезде, бір соңғы бұрышына келген кезде бір тесіктен 2 столбик аламыз, және мына жеріне келген кезде де дәл солай 2 столбик аламыз. Қалған жерлердің барлығында бір столбиктан алып отырып, қатарды аяқтаймыз. Мінекей, мен бір қатарды аяқтадым. Енді келесі қатарда біз дәл мынау етегіне жасаған сияқты резинка жасайтын боламыз. Мінекей, біз теріс жағынан жасағандықтан, 2 воздушный аламыз да, теріс жағына жасағандықтан, оң жағына сыртына қарай 2, теріс жағына 1 қалатындай етіп жасаймыз. Яғни, бізге қарап тұрған кезде арт жағынан 2 аламыз. Яғни, бұл 2 былай сыртына қарап тұрады. Ал теріс жағынан, өзіміз жақтан 1 аламыз. Қайтадан арғы жақтан 2, және бергі жағынан 1 аламыз. Осылай тоқып кете береміз. Және де біз мына жеріне келген кезде түймеге орын қалдырамыз ары қарай. Бака мына жерге дейін тоқып келеміз, ары қарай түйме шығарамыз. Мінекей, тоқып шықтық. Бұл жерден қалай тоқтаймын десеңіздер, мынандай біз прибавка жасаған қатарлар бар ғой, сол прибавка жасаған қатар тоқтаған жерден бастап түймені аласыздар. Сосын осы жерден бастап мына жерге дейін ортаға қанша түйме орналастырасыздар, соны жобалап алатын боласыздар. Мен мысалы осы жерге 4 түйме орналастырам. Бір түйменің ең соңында тұрады, және ортасына 2 түйме, и мына жерге 1 түйме орналастыратын болам. Түйменің тесігін былай жасаймыз. Мінекей, біз екеуін сыртқы жағынан алдық резинканың. Бір воздушный петля аламыз. Мына жерде біз ішкі жақтан алу керек едік. Осы бір столбикті тастап, енді қайтадан сыртқы жағынан аламыз. Узорымызды бұзбай, осылай жалғастырып тоқып кете береміз. Мінекей, мен қатарды аяқтадым. Арасына 10 петля салып, түймеге тесіктер жасадым. Мінекей, мынау бірінші, екінші, үшінші и төртінші. Енді ары қарай бір қатар тоқып шығамыз. Тура осы узорды қайталаймыз. Сыртына қарай 2 резинканың былай сыртқа қарай 2 столбик тоқимыз. Және де мынау тесікке келген кезде жай ғана осы тесіктің өзіне столбик аламыз. Қайтадан узор бойынша сыртқа қарап тұрған столбиктерді сыртқа қаратып тоқимыз, ішке қарағандарды ішке қаратып тоқимыз. Дәл осылай қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, қыздар, мен обвязкасын аяқтап, түймелерімді тағып қойдым. Осылай 4 түйме тақтым. Мінекей, осындай әдемі жемпір шығып келе жатыр. Енді жеңін қалай тоқылу керек екен сіздерге көрсетейін. Біз бір қатар оң, бір қатар теріс тоқып отырдық. Сол узорға қарайсыздар. Бірінші соңғы қатарды қай жағына қарай тоқығанбыз. Яғни біз соңғы қатарды былай сыртынан тоқығанбыз. Енді біз ішінен бастап сыртқа қарай тоқитын боламыз. Барынша мынандай қолтық жақтан бастауға тырысыңыздар. Осылай мен 5 петля алып едім ғой, соның ортасындағы петляны аламын. Және де жібімді осы жерге бекітіп, мінекей,
жерден бастаймын. 1, 2, 3 воздушный петляға көтерілемін. Келесі мынау біз қосқан қолтығында қосқан воздушный петлялардың екінші өрімнің екі жағы болады ғой, соның өрімнің екінші жағынан бастап екінші жағынан қосатын боламыз. Мінекей, өрімнің бір жағына мынау петля тоқылды, екінші жағына біз мынау жеңнің столбиктарын тоқып шығамыз. Мінекей, екеуін тоқыдым. Менде үшіншісін мына жерге тоқитын болам. Кейінгісін мынау столбиктің ортасына тоқимын. Сосын мынау үлкен тесікке тоқитын боламыз, прибавка жасаған. Кейінгісін уже әр столбиктің үстіне бір столбиктан тоқып шығамын. Қатар аяқталғанша осылай тоқып отырам. Және де мынау жіптің ұшын дәл осылай тоқу барысында столбиктардың арасына жасырып кетіңіздер. Сонда ешқандай жіп шығып тұрмайды, барлығы әдемі болып шығады. Осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. Қатардың аяғына келгенде солай прибавка жасаған жерге бір столбик, мына жерге бір, мына жерге бір столбик тоқимыз да. Мына жерде екі воздушный петляға екі столбик тоқып шығамыз. Мінекей, мен қатарды аяқтадым. Және де 1, 2, 3 воздушный петляға қатарды біріктіреміз. Енді 3 воздушный петля аламыз. Және де біз жұмысымызды кері айналдырып, енді сыртқы жағынан айналдырып тоқитын боламыз. Және де осы ендігі қатардан бастап убавка жасайтын боламыз. Яғни бірінші убавка жасаймыз. Сосын ары қарай тоқимыз. Әр қатардан бір убавка жасап отырамыз. Мен 10 қатарды убавкамен тоқыдым. 10 қатарды убавка жасап тоқып шығамыз. Сіздерде кішкентай размер болса, 10 қатар жасамайсыздар убавканы, 5 қатар, 6 қатар убавка жасасаңыздар жеткілікті. Мінекей қыздар, мен жеңін тоқып болдым. Түсіндіріп кетейін енді. Біз бірінші қатарда ешқандай өзгеріссіз тоқып алдық, сіздермен бірге. Екінші қатарда убавка жасадық. Дәл солай былай айналып барып, қайтадан былай айналып келіп, 10 қатарды убавкамен тоқып шықтым. Және де 10 қатар маған қысқа болды да, ары қарай тағы да 14 қатар тоқып шықтым. Сонда мен барлығы 20 қатар тоқып шықтым. Мынау басталған жерден бастап мына жерге дейін мен 20 қатар тоқып шықтым. Дәл осылай тоқып шығасыздар, өте оңай. Енді біз жеңінің манжетін тоқимыз. Дәл осылай резинкамен тоқимыз. Етегімен мына жерін тоққан сияқты тоқылады, бірақ сәл басқашалау болады. Сонымен бастайық. Сосын қатарды тоқып біткен кезде резинканы осылай оң жақ бетінен тоқитындай етіп қалдырыңыздар. Себебі солай оңайырақ болады. Теріс қарай тоқығаннан гөрі осылай сыртқы жағынан тоқитындай етіп аяқтаңыздар. Сонымен манжетті бастаймыз. Мына жерде бір воздушный петля бар. 2 воздушный петля көтереміз. Алдыңғы жағынан 2 столбик аламыз. Мінекей 2 столбик алдық. Енді артқы жағынан 1 столбик алу керекпіз, бірақ оны біз былай 2 столбикті, мінекей 1-2 столбикті біріктіріп, 1 столбик жасаймыз. Мінекей. Тағы да 2 бер жағынан, алдыңғы жағынан 2 аламыз да, артқы жағынан тағы да 1-2 біріктіріп, осылай тоқимыз. Мінекей, келесі бергі жағынан 2 аламыз. Сосын ар жағынан 2 біріктіріп, 1 қылып аламыз. Сонда біздің мынау кең болып тұрған жеңіміз
жиырылып кішкентай болып мындай әдемі болып шығатын болады. Дәл осылай қатардың аяғына дейін тоқимыз. Мінекей алдыңғы жағынан екеу аламыз, сосын артқы жағынан екеуін біріктіріп аламыз. Мінекей осылай алып тоқимыз. Мінекей қатардың аяқ жағына қарай келдім. Екеуін артқы жағынан тоқыдым. Енді екі столбикті алдыңғы жағынан тоқимын. Осымен менің қатарым бітеді. Енді біз мына жерден 2 воздушный петля көтердік. Соның екіншісіне біріктіреміз осылай. Біз енді бұл резинкада былай қарай тоқымаймыз. Тек қана осылай айналдырып тоқи береміз да. Мен осыдан кейін тағы да 4 қатар тоқимын. Сонда менде общий резинкада 5 қатар болады. Ешқандай өзгеріссіз айналдырып отырып, алдыңғы столбиктерге алдына қарай, артқысына осылай артқысынан тоқып шығамыз. Және де өз қалаған ұзындықтарында тоқып шықсаңыздар болады. 5 қатар емес, 6 қатар немесе 4 қатар тоқып шықсаңыздар болады. Мінекей осылай әдемі резинкамыз шығып келе жатыр. Мінекей біздің джемперіміз дайын болды. Мен сіздерге енді полный қанша сантиметрден тоқығанды бір көрсетіп шығайын. Ең алдымен біз мойнын баста көрсеттім қанша сантиметр болғанын. Енді одан кейінгі есептерін көрсетіп жіберейін. Мойнан төменге қарай қолтыққа дейін менде 17 сантиметр шыққан. Сіздерде дәл осы 5-6 жасқа тоқитын болсаңыздар, солай 17 сантиметр етіп тоқсаңыздар болады. Және де менде бірінші несін өлшеген кезде 34 сантиметр шыққан болатын. Ары қарай 5 воздушный петлядан қосқандықтан менде 40 сантиметр шығып тұр. Бұл кең болып тұратын болғандықтан 5-6 жасқа жеткілікті. Және де менің жемпірімнің ұзындығы қазір мінекей ровно 40 сантиметр. Егер мынау нені қоспаған кезде, резинкасын қоспаған кезде 36 сантиметр, ары қарай 4 сантиметр менің резинкам. Енді жеңі полный мына жерден бастап өлшейміз. 43-44 сантиметр шықты. Ал манжетке дейінгі ұзындығы 39 сантиметр. Мінекей осылай тоқып шықсаңыздар болады. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Мен сіздерге жауап беретін боламын. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып кетсеңіздер болады.